Toyota Camry 20-ка жігіттер. Күн суытты, пештің проблемасы басталды. В общем, бізде 20-каде навраш бредлет етпейді. Лавовойға, аяққа мынау істемей тұр бізде. Негізі істеп тұрған, істемей қалды дейді аяқ асты. Сонысын тексеру барысында жігіттер сервопривод кеткен. Сервоприводты қалай тексереміз жігіттер? Қараңдар. Например, бірінші контролькіні минусқа жалғаймыз. Контролькіні бір басы. Контролькінің бір басы. Астынан мен сервоприводтың колодка штекерін алып шықтым. Көрдіңіздер ме? Бізде плюс бар. Предохранительден через реле плюс кеп тұр бізге схема бойынша. Енді бізге ары қарай диодный лампочка керек. Диодный лампочка керек. Ұстап тұр. Жан-жана тигізе алмай, диодный лампочкадан плюс аламыз. Енді қараңыздар. Схема бойынша бізде колодканың бірінші басы бізде минус масса. Масса бар, көрдіңіздер ме? Енді бізде каналдарын ауыстырамыз. Ана каналдарын ауыстыршы бір қолыңмен. Ең біріншіге қой. Қараңыздар, жанат кәс. Көрдіңіздер, жанды біріншіге қойды. Жанды. Көрдіңіздер ме? Енді мен оны екінші каналына қоям. Екінші каналда ауыстыр. Жанды өшір каналды. Енді мен үшіншісіне қоям. Үшінші каналды қой. Команда кеп тұр. Төртіншісіне қой. Кеп тұр. Көрдіңіздер ме? Бұл арада ешқандай тоқтам проблема жоқ, жігіттер. Мынау астынан қарасаңыздар, мынада сервоприводтың моторщигі тұр, көрдіңіздер ме? Сол моторщикті ауыстыру керек, в общем. Солай жігіттер, в общем. Мынаны осылай тексереміз.